Бүгінгі сабағымызда синус x көбейтілген косинус y тең а, косинус x көбейтілген косинус y тең b түріндегі теңдеулер жүйесін шешеміз. Бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін бірінші теңдеуде де екінші теңдеуде де косинус y өрнегі бар, және барлық аралықтарында көбейту таңбасы тұр. Олай болса, теңдіктің сол жағында тұрған өрнекті сол жағында тұрған өрнекке, оң жағына мүшеліп бөліп жіберу әдісін қолданамыз. Сонда мынандай теңдеу шығар еді. Синус x косинус y, косинус x косинус y-ге бөлеміз, а бөлінген b болады. Енді бөлшектің алымында және бөлімінде тұрған бірдей көбейткіш косинус y-ден қысқарып кетті. Синустың косинусқа қатынасы бізде тангенс x тең болады, а бөлінген b түрінде жазылады. Енді осы табылған теңдеуден x-ті анықтап аламыз. Анықтап алған x-ті теңдеулер жүйесіндегі кез келген біреуіндегі x-тің орнына қою арқылы y-ті анықтап алуға болады. Осыған мысал келтірейік. Косинус x көбейтілген косинус y тең 4-тен 1, косинус x көбейтілген косинус y тең 4-тен 2 арасында 3 болсын. Бірінші теңдеудегі жүйедегі бірінші теңдеуде екінші теңдеуге мүшелеп бөлеміз. Сонда бағанағыдай. Төрттен 1 бөлшектің алымында, бөлімінде 4-тен 2 арасында 3 дейік. Косинус y пен косинус y-ті қысқартамыз. Синустың косинусқа қатынасы бізге тангенс x-ті береді дедік. 4-тен 1-ді 4-тен 2 арасында 3-ке бөлетін болсақ, 1 бөлінген 2 арасында 3 болады. Олай болса, x-тің мәнін біз бүйтіп жазсақ болады. X тең арктангенс 2 арасында 3-тен 1 плюс pn. n z-чиннен алынған. X-тің мәні арктангенс 2 арасында 3-тен 1, ол пи бөлінген 6-дағы мәні плюс pn. n z-чиннен алынған. Мен x-тің мәнін анықтап алдық. Енді осы анықтап алған x-тің мәнін теңдеулердің біреуін апарып қоямыз. Айталық, біріншісіне қояйық. Ол үшін x-тің мәнін бірінші синус x өрнегіне қойып бірінші анықтап алайық. Қандай өрнек шығатынын? Синус x, яғни синус x-тің орнына біз мынаны қоямыз. Пи бөлінген 6 плюс pn. pn дейік, x-тің орнына қоямыз. Енді бұл жерде синус пи бөлінген 6 плюс pn бізге n-нің мәніне байланысты бұның мәнін анықтау керек болады. Осы жазуда біз n-нің мәніне байланысты синус пи бөлінген 6 плюс pn-нің мәнін анықтаймыз. Айталық, n-нің мәні 0 болсын. Егер n-ге 0 беретін болсақ, pn өрнегі 0 болар еді. Онда синус пи бөлінген 6 болар еді. Синус пи бөлінген 6-ның мәні, синус пи бөлінген 6-ның мәні бізде 2-ден 1 болар еді. Ал егер n-нің мәнін 1 десек, онда бізде синус пи болар еді. Пиге қоссақ пи бөлінген 6-ны, бұл үшінші ширектің бұрышы болар еді. Үшінші ширекте синустың таңбасы терісі, яғни біз бүйтіп жазсақ болады. Пи бөлінген 6 плюс пи, яғни минус 2-ден 1 болады. Себебі үшінші ширекте синустың таңбасы минус, ал пи бөлінген 6-дағы мәні 2-ден 1-ге тең. Онда не байқадық? Яғни бұл таңба кезектесіп тұрады екен. Бірде плюс, бірде минус болып. Олай болса, минус 1-дің n дәрежесі деп аламыз. 2-ден 1 болады. 2-ден 1. Бұндағы n жұп болған кезде, n жұпсан болған кезде, мән 2-ден 1. Ал n тақ болған кезде, минус 2-ден 1 болады екен. Бұл осыны жазайық. n z-чиннен деп жазамыз. Бұл жерде де n z-чиннен алынған дейміз. Енді сөйтіп біз синус x-тің мәнін анықтап алдық. Осы синус x-тің анықталған мәнін синус x-тің орнына қоямыз. Синус x-тің орнына осыны қоятын болсақ, минус 1-дің n дәрежесі 2-ден 1 көбейтілген косинус y тең 4-тен 1 болады. Тең 4-тен 1. Енді теңдіктің екі жағында да 2-ден 1 деген өрнек тұр. Қысқартып жіберетін болсақ, мынандай өрнек шығады. Минус 1-дің n дәрежесі косинус y
тең 2-ден 1 деген шығады. Енді көбейту минус 1-дің ннің дәрежесін теңдіктің екінші жағына бөліммен шығарып жіберетін болсақ, онда теңдеуіміз былай болады. Косинус y тең минус 1-дің n дәрежесі көбейту 2-ден 1. Енді бұл жерде де n жұп болғанда және n тақ болғанда деп қарастыруымыз керек. Себебі косинустың жұп болғандағы мәні бірінші ширектен, оң болғандағы мәні бірінші ширектен, теріс болғандағы мәні екінші ширектен алатынбыз. Олай болса біз былай дейік. n жұп болсын. Яғни 2m деп қойайық. Жұп болған жағдайда, онда косинус y тең болады 2-ден 1-ге. Косинус y-тің мәні 2-ден 1 болса, онда y-тің мәні плюс минус косинус 2-ден 1, ол бізге пи бөлінген 3-ті береді. Плюс 2 пи к дейік. Бұл жерде к зетчиннан болады. Енді n бізде тақ болсын. n 2m плюс 1 деген тақ деген сөз. Сонда теңдеуіміз қандай болады? Косинус y тең болады. Тақ болған кезде мынау минус болады. Сонда минус 2-ден 1 болады екен. Y тең плюс минус косинустың минус 2-ден 1-ге тең болатын мәні 2 пи бөлінген 3-те. Плюс 2 пи m болады. m деп қояйық, мұндағы m светчиннан алынған дейік. Сонымен не пайда болды? X-тің мәні пи бөлінген 6 плюс пи n болады екен, ал соған сәйкес Y-тің екі түрлі жағдайы бар екен. Жұп болғандағы және тақ болғандағы. Сонымен жауабын біз былай деп жазсақ болады. Жауабы пи бөлінген 6 плюс пи n болғанда плюс минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи к n мен k зетчиннан алынған дейміз. Екінші жағдайда пи бөлінген 6 плюс пи к тақ болған жағдайда мынандай түбір шығады екен. Плюс минус 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пи m. Мұндағы к мен m бүтін сандар жиынтығы алынған. Теңдеулер жүйесінің шешімдері осы жұптар болады.